Биылғы жылы, яғни 2020-23 жылы Америкаға келуге жеңілдеді деп айтуға болады. Себебі басқа жақтарда, мысалы алғатын болсақ, Россияда Американың елшілігі жұмыс істемейді, 1 жылдан асып кетті. Және де Польшада көптеген очередь, ал көптеген адамдар Қазақстанға, Монғолияға, басқа елшіліктерге барып жатыр. Соған байланысты Қазақстанның азаматтарына виза беру сәлде болса да жеңілдеді, және де жақсы көзқараста. Осы кезде пайдаланып, яғни Америкаға келуге бұрыннан ойлап, мақсат қойып жоспарлап жүрсеңіз, осы кезде тиімді пайдаланыңыз. Виза алатын кезде ең бастысы, жаңа паспортқа қалай виза аламыз деп көп адамның ойы мазалайды. Жаңа паспортқа виза алу, Американың визасын алу сәлде болса қиындау, бірақ мүмкін. Егер де сіз визаны бірінші реттен ешқандай қиынсыздық тудырмай сәтті алғыңыз келсе, 1 жылдың ішінде басқа елдерге барыңыз. Яғни Американың визасын алуға ең жақсы көмектесетін визадардың бірі ол Шенген виза. Шенген визасын алып, сіз бармай-ақ қойсаңызда да болады. Ең бастысы, визовый история дейді ғой, визалық историяңыз жақсы болу керек. Яғни паспортыңызда көптеген елге барған таңбалары, басқа визалар болса, виза алуға мүмкіндігіңіз жоғарылайды. Сол себепті жаңа паспортыңызға басқа елге бармаған болса, бірінші жақын елдерге барыңыз. Яғни Египетке, Дубайға, тіпті болмаса көрші елдерге, мысалы Қырғызстанға, Өзбекстанға қыдырған ретінде барыңыз, кіріңіз, шығыңыз. Сонан кейін Шенген визасын алыңыз. Шенген визасын алу қатты қиын емес, алуға болады. Шенгенін алып, Европаға бір рет барып келіңіз. Тіпті мүмкіндігіңіз болмай жатса, бармай-ақ қойсаңыз да болады. Екінші виза, Кореяның визасын алыңыз. Кореяға виза алу қатты қиында емес. 30 күннің ішінде сіз жүруіңізге болады, турист ретінде. Ал визаңыз алған кезде бармай-ақ қойсаңызда да болады. Интервьюдан өткен кезде сіз айтасыз, денсаулығыма байланысты немесе жұмысыма байланысты бара алмай қалдық деп. Бірақ та паспортыңызда визалар болсын. И сонымен қатар 1 жылдың ішінде осылай жоспарлап, кіммен бірге келгіңіз келеді Америкаға, сол адаммен бірге виза алыңыз. Мысалы, сіз отбасыңызбен келгіңіз келсе, барлық отбасыңызға осы визалардың барлығын алыңыз. Ал өзіңіз жалғыз келгіңіз келсе, онда өзіңізге жалғыз визаңызды алып, осылай визалық историяңызды толығымен қалыптастырыңыз. Егер де сіз осылай 1 жыл жарымның ішінде осындай визалар алып, өзіңіздің турист ретінде жүретініңізді көрсетіп, дәлелдеп шыдасаңыз, виза алуға мүмкіндігіңіз әлдеқайда жоғарылайды. Келесі, визаға кірген кезде сізден сұрайды, отаныңызға қайтып келуді дәлелдейтін құжат. Яғни сіз ол жерге барып, жұмыс істеп қалып қоймайсыз, қайтып келесіз деп. Ал қайтып келуді сіз қалай дәлелдейсіз дегенде, сізде біз бірінші орын. Now in our fatigueness division. Өзіңіздің еліңізде үйіңіз болса, үйдің документі, немесе бизнесіңіз бар болса, бизнесіңіз документі, сонымен қатар сіздің отбасыңыз, туысқандарыңыз, ата-аналарыңыз, мысалы, олардың үлкен жақсы бизнестері болса, соларды көрсетуге болады. Ал өзіңіздің бизнесіңіз деген кезде, сізде бір алып тұрған қатты үлкен бизнесіңіз жоқ болса да, ИП, ТО болса, соның регистрационный документі, яғни тіркелген документі. Ол сіздің өз атыңызда болса, тіпті жақсы. Ал келесі сіздің үйіңіздің документі, яғни өзіңізде үйіңіз бар, жұмысыңыз бар, жұмыс орныңыздан документ, яғни сізде бизнесіңіз жоқ, бірақ сіз жақсы айлықты, жоғары лауазымды жұмыскерсіз, яғни менеджер или бір филиалдың директоры, бір бастық. Сол жұмыс орныңыздан сізге құжат, осы жылдан бастап жұмыс істейді, айлығы осындай деген бір құжат. Ал сіз егер де мысалы бастық емессіз, қарапайым жұмыскерсіз, бірақ та бір айта кететін жай,
сіз кез келген жұмыс жерінен өзіңіздің танысыңыздан сондай құжатты алуға болады. Сіз ол официально жұмыс істемесеңіз де, қосымша ол адаммен бірге жұмыс істесеңіз, мысалы сізді көрсетіп жазып беруіне болады. Мына мысалы Ақылбек біздің компанияда біздің қосымша бір менеджерлердің бірі ретінде істейді деген сияқты қосымша бір документ алсаңызда да болады. Кейіннен банк шотыңыздағы стейтменттер, яғни қазақшасын ұмытып қойған. Банк шотыңыздағы выпискалар сізде кем дегенде 3 ай немесе 6 айдың выпискасы болса жақсы. Мысалы, сіздің шотыңызда бір 5 миллион, 7 миллион, 3 миллион қаражатыңыз бар, солар қалай оборотта жүреді, осы соңғы 3 айда немесе 6 айда қандай көлемде сіз кіріс таптыңыз, қандай көлемде сізде шығындар болды, соны көрсеткен банктағы выпискаларды шығарып алыңыз. Осылардың барлығын дайындап аласыз. Өзіңіздің визовый историяңыз бар. Визаға кіруге өзіңіз жазылуға болады. Ол визаға интервьюға кіруге, яғни өзіңіз жазылуға болады. Ол жазылу үшін Американың елшілігінің арнайы веб-сайтына кіресіз, сонда барлығы жазылған. Егер сізде бір сәл де болса да ағылшынша білетін болсаңыз, өзіңізге істеуге әбден мүмкін. Ал егер сіздің уақытыңыз жоқ, сіздің тағы да басқа жұмыстарыңыз көп болса, агентстволардың жұмысына жүгініңіз, агентстволардың көмегіне жүгініңіз, олар сізге барлығын істеп береді. Істеген кезде, ол адамдар толтырған кезде, яғни визаға өтініш берген форманы мұқият жақсылап тексеріңіз. Ол форма DS-160 деп айтылады. Ол формада сіздің барлық ақпараттарыңыз, аты жөніңіз, жұмыс орныңыз бүкіл жазылады. Сонда қате кетпеуін жақсылап мұқият қараңыз. Сол формаңызды толтырып болғаннан кейін жақсылап жаттап алыңыз. Сол формаңыз бойынша сізде интервьюдан сұрақ сұрайды. Сол интервьюда сіздерге барлық сұрақ соның ішінен келеді. Сол формаңызды жақсылап жауап берсеңіз, сіз жақсы нәтижемен виза ала аласыз. Ең бастысы интервьюда жақсы сәтті, өзіңізге сенімді, мұқият болу. Интервьюға келген кезде ешқандай артық зат алмаңыздар. Өте көп документ алып келмейсіз. Ең бастысы әкелетін документтеріңіз сіздің. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Американский үйлену тойы болып жатыр. Үйлену тойы болып жатыр. Пляжда. Осылай. Екі жас оң жақта, сол жақта екі жақтың жақын, ең жақын туысқандары. Қараңыздар, тойда жүрміз. Тойға шақырды енді Америкада. Құрметті қонағымыз болыңыздар деп. Жарайды. Бесеуіміз келдік. Интервьюдыға подтверждение, консульский сбор төлеген төлем квитанциясы, және де сіздің паспортыңыз, сонымен қатар өзіңіздің қосымша документтеріңіз, яғни банковский стейтменттер, өзіңіздің үйіңіздің құжаты, бизнесіңіздің құжаты, осындай құжаттар ғана жеткілікті. Артығымен басқа да заттар әкелудің қажеті жоқ. Американ посольствосына келген кезде сондай көп қалталы киімде де кимеңіздер, ол жерде барлық заттарыңызды, телефондарыңызды астына қалдырасыздар, күзеттік жерде. Кәдімгі аэропорттан өтетін сияқты контролдан өтіп, ары посольствоға кіресіздер. Сондықтан көп артық зат алмаңыздар, ішіп жейтін зат алмаңыздар, даже телефондарыңызды да қалдырып кетсеңіздер. Ең бастысы интервью өтетін кезде ертерек келіңіздер, уақытынан ерте келіп, алдын ала кіріп, сіздер отырып, күтіп боламыз дегенше уақыттарыңыз келеді. Кешікпеңіздер. Интервьюға келген кезде қатты бір қиналып, шошып қорқатын түгі жоқ. Ол адамдарда қарапайым, біздер сияқты адамдар.
виза берсе берді, бермесе тағы басқасын көреміз деп қана қабылдаңыздар. Өздеріңізді психологиялық тұрда дайын қылыңыздар. Егер сондай дайын болып келсеңіздер, сізге виза берілсін, берілмесін бәрібір екенін түсінген консулдық қызметкер сіздерге виза беру мүмкіндігі жақсы болады. Кейбір адамдар болады, ойбай, мен билет алып қойдым, менің туысқаным бар, менің досым бар, мен бармасам болмайды, маған бұл виза қажет деп қатты қалайды, ал сол кезде виза берілмейді. Визаға интервью өткен кезде сұраған сұрағына анық және нақты жауап беріңіздер. Мысалы, қандай мақсатпен Америкаға барасыз? Туристік ретінде барам. Бір ауыз сөз ғана. Ал қанша уақытқа сіздер жоспарлап отырсыздар баруға? 2 апта. Ал қайсы қалаға барасыздар? Нью-Йорк, Вашингтон, Майами. Осылай қысқа да нұсқа, қосымша өзіңіз сөйлеп кетпеңіз, қосымша ештеңе айтпадыңыз. Сұрай ма? Жауап. Сұрақ, жауап. Иә, жоқ, барам, келдім. Солай қысқа да нұсқа жауап берсеңіз өте ыңғайлы. Қосымша документтер сұрамайынша өзіңіз бермеңіз. Мысалы, сізден, сіз мұнда айлығыңызды 500 000 теңге деп көрсеткен екенсіз, сол жұмыс жеріңізден сіздің справкаңыз бар ма деп сұраса, маған көруге болады ма деп, яғни анығымен сұраса, иә, болады деп беріңіз. Ал айтпесе, өзіңіз айтып, ойбай, менің айлығым дегенің айына 3-4 миллион, осындай көр деп олай бермеңіз. Қандай сұрақ қояды, соған ғана жауап беріп, қандай документ сұрайды, соны ғана беріңіз болды. Сол кезде сізге виза алу мүмкіндік өте жоғарылайды. Интервью кезінде ешқандай ашуланып, уайымдаудың қажеті жоқ. Ол интервью қандай визаға сіз бергеніңізге тікелей байланысты. Егер туристік визаға беретін болсаңыз, орыс тілінде өтесіз интервьюді. Ал егер студенттік визаға берген болсаңыз, ағылшынша интервьюді өтесіз. Ол сұрақты интервьюдан өтесіз. Ол сұрақтарының барлығына алдын ала дайындалып, өзіңіз дайын келсеңіз, визаңызды аласыз. Ең бастысы, жақсы дайындық жасаңыз. Ал балаларыңызбен бірге келетін болсаңыз, балаларыңызды да анкетада көрсетіп, балаларыңызды және әйеліңізді барлығын өздеріңіз дұрыстап, жақсылап киініп келіңіздер. Егер туристік визаға тапсыратын болсаңыздар, әшекейлеріңізді тағып, қатты бір әшекейленіп кетпей, қалай өздеріңіз бар, солай көрсетіңіздер. Ал егер студенттік визаға тапсыратын болсаңыздар, ағылшын тіліңізді жақсы дамытыңыз, ағылшынша барып оқуыңыз келіп жүргенін, қайсы оқу орынға қалай баратыныңызды барлығын түсіндіріп айтыңыз. Ағылшыныңыз ол себебі интервью сіз ағылшынша өтетіндіктен, олар сіздің ағылшыншаңыз қалай екенін білгісі келеді. Және де оқу орнының төлем ақысы, яғни сіз қалай оны төлейсіз, кім төлейді, сізге спонсорыңыз кім, соның барлығына жақсылап дайындалыңыз. Жақсылап дайындалсаңыздар, барлығы болады, сіз виза ала. Сондықтан, егер өзіңіздің арнайы жоспарыңыз, мақсатыңыз бар болса, қолыңызды сілтемей, алға қойған мақсатыңызға жету үшін жасай беріңіз, сонда болады. Ең бастысы, қолыңызды сілтемеңіз.